углу октагона. Спортсмен из Кыргызстана. Ему 20 лет. Рост его 178 сантиметров. В его активе 2 победы при одном поражении. Его вес 72 килограмма ровно. Из Кыргызстана Бекбол Исаков. Его соперник красный угол. Боец из Узбекистана. Ему 22 года. Рост его 177 сантиметров. В его активе 3 победы при 2 поражениях. Вес его 72 килограмма ровно. Из Узбекистана. Красном углу. Диорбек Рустамалиев. Рефери в клетке Дауренбек Жакаев. Формула поединка 3 раунда по 5 минут. Бойцы на середину. Бойцы, правильно знаем, не нарушаем. Покажите красивый, достойный, самый главный, честный бой. Пожали руки. Удачи! Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Біз бастаймыз. Реферидің рұқсатын алу ғана қалды. Дауренбек Жакаев қысқа да нұсқа өзінің алғы сөздерін айтты. Бірден қашықтықтан бастаған. С первых секунд. Қарқын жақсы қараңыздар, ә? Енді қашықтықты үзу керек екен, иә. Рустамалиев әу баста түсініп отыр, сондықтан ең дұрыс шешім осы. Удержит своего оппонента Диорбек. Все-таки октагона. Кимура грип бар, байқасаңыздар, қолды алған. Енді бұдан әзірше нәтижелі ештеңе өндіре алмайды. Тіпті аяққа тұруға да мүмкіншілік бар сияқты, бұл тұста. Рустамалиев әрине. Бұл ұстан шығармауға тырысады қарсыласын. Ал қызықтың бәрі осы жерде басталу керек. Торға тірегендей жақсылап тұрып. Тағы да бір тейкдаун жасауға талпынатыны анық. Да, здесь Бекбол Исаков продолжает защищаться, причем довольно неплохо здесь. Успел коленом пробить. Тіпті аяқтан бір орап көргеніне қарағанда Исаковтың өзі негізінде күрестен қатты бір сескеніп қашып тұрған жоқ. Күресуге бір ниеті бар да сияқты бір жағынан. Жеңіл-желді соққылар, бұл жерде стомп болды қазір Рустамалиевтің орындауда. Қарсыласты аяқтан өкшемен теуіп жатқан көрдіңіздер. Бар, тейкдаун, бірақ ұзаққа созылмады, иә? Контроля, да, пока что нет у Диорбека Рустамалиева над своим оппонентом. Торды ұстап, бұл жерде тұрып қалған біраз. Осындай стомптарды жақсы қолдан отыр, шыны керек. Рустамалиев қазір бүйтіп сала берсе, аяқтан аяқ қалдырмайды. Толықтай, ұтымды бір позицияға ие бола алмай әлек әзірше. Улучшает свою позицию тем временем. Диорбек и отлично пробивает. Қазірдің өзінде біраз қинап тастағандай Диорбек қарсыласын. Исаков төтеп беремін деп көп сарпып тастаған сияқты. Көрінеді, Маша, Кимура грип және ары қарай бара алмай қалды, иә? Да, застрял, к сожалению, не смог улучшить свою позицию. Не ойлаған түсіну қиын, бұл жерде әдіс жасай алмайтын анық. Бекбол Исаковтың. Қателесті де. Бұл жерде қазір алғаш рет толыққанды позиция алып үлгерді, бір сәтке болса да.
Рустамалиев. Ал мына жерден енді шынымен де біраз шаруа тындыруға болады қазір. Тақпен де, қолмен де соққы жасауға болады бұл жерден. Локоть. Плохой был, да и минута остается. Главное теперь Исакова здесь выдержать эту минуту. Міне қағыра керек десеңіз. Тоқының астында тұрып, қазір төтеп беріп, аяққа тұрып үлгерді. Бекбол Исаков. Бірінші раунд енді сөзсіз Диорбек Рустамалиевке кетеді. Әрине бұл жерде күмән қалтырмады. Өзбекстандық спортшы. Соңғы секундта, соңғы минутта, айтарлықтай бір өзгерістер бола қоймас. Тағы да қарсыластың арқасына шығу көздегені. Бұндай жекпе-жектерде өзін өте жақсы сезінеді. Рустамалиев соңғы 4 жекпе-жегінде толықтай 3 раунд өткен. Ай, зря бірнеше сәтке. Да, ну здесь Рустамалиев, конечно, неуступчив, удержит, продолжает держать в захвате своего соперника. Стоп! Первый раунд! Ұзаққа бармады, қалай дегенмен. Бірінші раунд сөзсіз Диорбек Рустамалиевтің еншісіне кетеді деген сөз. Любите большой спорт? Интересуетесь ММА или футболом? Тогда сегодня ваш день удачи. Переходите в Telegram по ссылке в прикрепленных комментариях и получайте крупные бонусы по промокоду АЛАТО. Это реальные эмоции и настоящие победы. Уважаемые секунданты, покиньте пределы октагона. Ал барлығы дайын. Жекпе-жекке Диорбек Рустамалиев. Внимание, второй раунд. Алған бағытынан қайтпай, қазір алғаш секундтардан бастап күреске салады деп күтіп отырмыз. Екінші раунд. Бірден, Middle kick және бас. Өтті соққы және мына жерден енді соққы сала берсе де болатын сияқты еді. Бірақ Рустамалиев алған бағытынан қайтпайды. Жоспар бар және сол жоспарды ұстану керек. Мына жерде біраз есінде болады әрине. Жаңағы соққыдан кейін Исаков сәл есеңгіреткен сияқты. Тағы да Кимура Гриф. Өте бір әмбебап тәсілдердің бірі, Неплохо здесь отработал. Бекбол! Шанс для Бекбола. Сразу забирает. Пытается оформить полноценный бэк-маунт. Тапқалы отыр Исаков. Мына жерде нокдаун деуге келе ме жоқ, баяғы тайып кеткен сияқты. Если я не ошибаюсь, по информации от матчмейкера Лиги Октагон, Бекбол вышел на замену. Ведь так? Бекбол Исаков близок к тому, чтобы закончить бой досрочно во втором раунде. Вот это камбэк, а? Ай-яй-яй-яй. Қалай кетті? Бір раунд бойы оңбай таяқ жеді ғой енді. Жарайды. Оңбай таяқ жеді деп қатты кетсем де кешіріңіздер. Бірақ бірінші раунд ұтылды. 100% ұтылды. Бірақ екінші раундта шықты да не істеді қараңыздар, шынымен де. Әріптесім айтқандай, бұл енді бұл камбэк емес, бұл камбэктің көкесі. Бекбол Исаков. Ол арада табылған. Суток за 2 дня. Міне керек десеңіз. 2 күн бұрын Пума аренада турнирді ашып беретін адамын деп ойламаған кісі, қазір міне керек десеңіз. На первой минуте 8 секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал Бекбол Исаков.